Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Байзақ ауданы номер 1 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ахметова Гүлзабира Рахимбаевна. Қазақ әдебиеті 6 сынып. Балалар, мына суреттен не байқадыңдар? Жарайсыңдар балалар. Өте дұрыс таптыңыздар. Яғни, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат әңгімесінің композициялық құрылымы. Бүгінгі оқу мақсаты әдеби шығарманың композициясы, сабақ мақсаттары. Шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау, әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері. Жекелеген эпизодтар арқылы шығарма композициясына талдау жасайды, әдеби көркемдегіш құралдарды табады, кейіпкерлердің арман мақсаттарын салыстырады, әңгімені өз ойымен аяқтайды. Алдымен, эпизод дегеніміз не? Соны біліп алайық, балалар. Эпизод грек тілінен аударғанда қоспа, үстеме деген мағынаны білдіреді. Көркем шығарма сюжетіндегі өз алдына мәні бар, өзара байланысқан оқиғаның бір бөлшегі, көрінісі. Әр эпизод кейіпкердің белгілі уақыт аралығында өткен қимылын, ісін, екі не одан да көп кейіпкерлердің арасында болып жатқан құбылыстардың біткен кезеңін көрсетеді. Бірінші тапсырма. Шығарма эпизодтарымен жұмыс. Бірінші эпизод. Эпизодқа тақырып қойыңдар. Эпизодтағы табиғат сипаты арқылы автор не айтқысы келді? Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын. Бұлсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл бастаушы еді. Не ыстық емес, не суық емес жайлаудың жайма шуақ сәтінде төбеңнен көк беңбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бір шүгін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң ауырсынбайтын, қанша құласаң жапырылмайтын күлселенген күреңсе балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді-ау. Теңіз бетінен қаншама биік болғанмен, осы салық салғанның кез келген жеріне жер ошақ қазсаң, көлкілдеген су шыға келетін. Әсіресе, жаңбырлы күндері қырдан құлаған лайсаңға айналып, шошайтып қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоз. Колхоздың сиыры күніне 3 рет сауылады. Ал әр сауынның арасында шөп шауып, оны маялайтын. Кеште тіпті түні бойы сеператорға сүт тартып май шайқайтын. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салатын. Тау арасында жылтылдатып от шағып, ән шырқағанда лаулаған жалын бақсыдай тілін жалаңдатып күй шертіп, тау тасты күңірентіп тұрғандай әдемі сезілуші еді-ау. Біздер, балалар, күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, 3 уақ сиыр сауғызамыз. Ымырт үйірле алтыбақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып ұлардай шулап, ойнап жүргеніміз. Екінші эпизод. Эпизодқа тақырып қойыңдар. Кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы не байқауға болады? Бұл эпизод арқылы оқиға ары қарай қалай жалғасады? Тортай әсіресе
мені жақсы көреді. Жаннан бір елі қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішім-жем мол, ит басына іркіт төгіліп жатушы еді. Шешемнің қолынан бір, жолынан екі алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені алдап, тамақ үшін дос болмайтын. Қайта, мені аш жүргенім жоқ, әкеле берме деп ұрсатынды. Өз бейілі мені көңіл хошы болмаса әлем деп аузын ашпайтын. Әрі құлағы хақас еститін болған соң, әңгімеге зауқы бола бермейтін. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. 3-ші эпизод. Эпизодқа тақырып қойыңдар. Кейіпкердің көңіл күйін байқауға бола ма? Бұл эпизод арқылы оқиға әрі қарай қалай өрбиді? Бір күні мен Тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып ұрсып қуып жіберіпті. Салғанның ұшар басында қалың тас қорымның үңгіріне кіріп от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды. Орнынан атып тұрып, «Мені қалай таптың ей?» деді. «Сенің үйің осы тас күрке емес пе?» Тортай тас күркені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекеніне айналдырған секілді. Қайран қалдым. Ағаштан қиып нар жасап, үстіне шөп төсеген. Өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан, жемтір болып бір бұрышта жинаулы тұр. Төр алдына ешкінің терісі төселген. Қарағайдың жуан кеспелтек шәркесінен стол жасап, майшам қойыпты. Тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от. Сіркіреп жаңбыр жауды. Үңгірге су тимейді екен. Күн бұлтты болған соң ба, ымырт ерте үйіріліп көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті столдың үстіне қойдым. Нардың шетінде жалаң аяғымен салбыратып үнсіз отырған Тортай «Рахмет» деді. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлығыңқырап шықты. Ешкім жоқта жылаған секілді. Оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұр еді. 4-ші эпизод. Эпизодқа тақырып қойыңдар. Кейіпкердің қандай іс-әрекетін байқадыңдар? Ақбозат демекші, түнде түсімде көк өгізім арғымақ болып, жер тарпып кісінеп тұр. О несі екен деп, бұзаулармен бірге кәперсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. Тортай, сен түбі сол ақбозатқа мінесің деді мен шын көңілімнен. Қайдан? Деді ол тастан тасқа секіріп, төменге түсіп бара жатып. Қайдан білейін? Әкем марқұмның тақымы қотыр-тайға тимей кетіп еді. Қайдан білейін? Күз жақында фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып жападан жалғыз Тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым. Қиналдым. Өзімен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде, ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы. Бәлкім, мен міне алмаған ақбозатқа сен мінерсің. Сенің өз ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көгөз жазылған. Онда мен ақбозатымды саған сыйға тартамын. Эпизодтар арқылы қандай қорытынды жасауға болады? Оқиға қалай аяқталады? Балалар, осы сұраққа жауап бергеннен кейін төмендегі дескрипторлар бойынша өздеріңді бағалайсыңдар. Эпизодтарға ат қояды. Шығарма композициясындағы жекелеген эпизодтарды атайды. Эпизодтар арқылы шығарма композициясына талдау жасайды. Ойын дәлелмен жеткізеді. Жарайсыңдар балалар. Осы келтірілген эпизодтар арқылы
сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Сонымен бірге жоғарыда келтірілген суреттерді байланыстыра отырып, хикая картасы әдісі арқылы бүгінгі шығарманың композициялық құрылысына толықтай талдау жасадық деп ойлаймын. Яғни, шығарманың басталуы, салық салған ауылының көрінісі, шығарманың байланысы, Тортай мен Ораштың достығы, шығарманың шиеленісуі, Тортайдың үйінен кетуі, шығарманың шарықтау шегі, Тортайдың түсі, шығарманың шешімі, Тортай мінер ақ бозат менің тақымда кеткенде еді, иесіне қайтаруға кеш еді. Екінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Балалар, сендерге әдеби көркемдегіш құралдар берілген. Сонымен бірге шығармадан мысалдар келтірілген. Балалар, осы әдеби ұғымдар мен шығармада келтірілген мысалдарды дұрыс жауабымен сәйкестендіріңіздер. Дескрипторлар көркемдегіш құралдарды біледі, мысалдарды дұрыс жауабымен сәйкестендіреді. Балалар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен сәйкестендірейік. Эпитет. Жайма шуақ сәт, көкпеңбек болып төңкеріліп тұрар аспан. Бейбіт күннің шуағы, тасқа тиіп тайғанаған жаңбыр сыбдыры. Тас үңгір, көк мұнар дүние, жұмақты өмір. Теңеу, табанға кілемдей жұмсақ тию, лаулаған жалын бақсыдай тілін жалаңдатып. Көк күмбезіне найзағай кіріп, ой етек алақандағыдай көрінеді. Олардай шулап, ұядай қылып жинау. Алтайдың шолпысындай жарқыраған, бұқтырма, ай мен күнде қосару. Мақал мәтелдер. Тоқ бала аш баламен ойнамайды. Ораза намаз тоқтықта ғана. Тұрақты тіркестер. Қой аузынан шөп алмас, ит басына іркіт төгілу. Қыздың жиған жүгіндей, тақымы қотыртайға тимеу. Үшінші тапсырма. Үлгі кестені пайдаланып, Тортай мен бүгінгі балалардың арман мақсаттарын салыстырыңдар. Пікірлеріңді мысалдар арқылы дәлелдеңіздер. Тортай неге қызығады? Нені армандайды? Бүгінгі балалар неге қызығады? Нені армандайды? Осы тапсырма бойынша дескрипторлар Тортай мен бүгінгі балалардың арман мақсаттарын салыстырады, пікірлерін мысалдар арқылы дәлелдейді. Балалар, егер сен Ораштың, яғни автор баяндаушының орнында болсаң, әңгімені қалай аяқтар едің? Осы сұраққа ойлана отырып, ой толғау жазыңыздар. Дескрипторлар әңгімені өз ойымен аяқтайды, ойын еркін жеткізеді. Балалар, бүгінгі сабақ өте қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақтағы жетістіктеріңізді жетістік баспалдағы арқылы өздеріңіздің қай сатыда екендеріңізді анықтаңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.